Сәлеметсіздер ме достар? Жұлдыздың шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз осындай кеды тоқитын боламыз. Бұл үйге киюге арналған тапочка есебінде өте оңай тоқылады. Менімен бірге болыңыздар. Кеды тоқу үшін бізге керекті заттар: екі түстегі жіп, қайшы, ұлтарақ. Осындай ұлтарақ тоқудың сабағын мен төменде описанияда қалдыратын боламын. Және номер 3,5 крючок менде. Тоқыма жібім менің 100 грамда 300 метр. Ең алдымен біз табанды айналдыра тоқып шығамыз. Ол үшін жіпті аламыз. Алғашқы петлямызды дайындаймыз. Біріншісіне тоқыдым. Екінші петляға өткіземіз. Жіпті алып шықтым да, тағы да бір рет крючокқа ілдім да, екі ілмектен өткіздім. Келесісі осылай өткізіп аламыз. Аламыз. Осылай айналдырып тоқып аламыз. Міне біз бір қатар тоқып болдық. Енді алғашқы петлямызға қосамыз. Осылайша тағы да 8 қатар тоқып шығамыз. Менің тоқып атқаным 36 размер. Сондықтан мен үшін 9 қатар жеткілікті. Мынау бізде бірінші петля, мынау екінші. Осылайша айналдырып тағы да 8 қатар тоқып шығамын. Мен 8 қатарды толық тоқып болдым. 9-шы қатарға келдім. 9-шы қатарда біз алдынан қысқартуымыз қажет. Ол үшін мінеке осылай қоямыз да, ортасынан 14 көз белгілеп аламыз. Мынау менде біріншісі, мынау 14-ші. Осылай белгілеп қоямыз. Осы жерде біз көздерді қысқартатын боламыз. Ол бізге кедыдың алдыңғы жағы дөңгелек формаға түсу үшін қажет болады.
9 қатарды әрі қарай тоқимыз. Біздің белгілеген көзге келдік. Маркерді алып тастаймыз. Осы петляға крючокты өткіземіз. Жіпті тартып шығарып аламыз. Екінші тұрған петляға крючокты өткіземіз. Бұдан да жіп тартып аламыз. Крючокта менде 3 жіп болды. Осы 3 накидті қосамыз. Неге осылайынан қысқартуымыз қажет. Крючокты өткіздік. Екіншісіне өткізіп жіпті тарттым. Үшеуін қосамын. Келесінде де соңғысына келіп қалдық. Маркерді алып тастаймыз. Бізде осылай қысқарттық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Екеуден қосып алтын дөңгелек формаға келтірдік. Енді әрі қарай бір-бірден соңына дейін тоқып шығамыз. Тоғызыншы қатар соңына дейін тоқып болдық. Осы жерден жібімізді қиямыз. Енді біз алдыңғы жағын тоқуымыз қажет. Ол үшін ақ жібімізді аламыз. Бағана қысқартқан петлямызға крючокты өткіземіз. Өткізіп алдым. Бір петля тоқимыз. Келесі петляға жіпті өткіземіз. Без накида тоқимыз.
мінекей. Қысқартқан 7 петлямызға бір столбик накидадан тоқып шықтық. Енді кері қарай қайтамыз. Жіпті өткізіп алдық. Бір петля. Келесі. Осылай. Енді мына табандағы 2 петляға тоқимыз ары қарай. Осылай. Айналдырамыз. Мына біріншісін тастап кетеміз. Екіншісінен бастап тоқимыз. Табанындағы 2 петляны қосамыз. Біріншісі, екіншісі. Айналдырамыз. Бірінші петляны тастап кетеміз, екіншісінен бастаймыз. Табанындағы 2 петляны тоқимыз.
Осылайша біз 4-ші қатарға келдік. Енді 5-ші қатарды тоқимыз. Біздің мынау табанға тоқып жатқан 2 петлямыз аяқ киімнің мына жоғарғы жағын кеңейту үшін қажет болады. 5-ші қатар. Бірінші петляны қалдырып кетеміз. 2-ші петлядан бастап тоқимыз. Крючокты енгізіп, шығарып алып, столбик без накида тоқимыз. Табанынан 2 петля тоқимыз. Еде 5-ші қатар. Алдыңғы бөлігі осылайынан өз формасына келе бастайды. Осылайша бізге керегінше петлялар қосып тоқимыз. Мен тағы да 2 қатар тоқыдым. Табанынан 2 петля қосып тағы тоқыдым. Жалпы менде мына жерде 7 қатар болды. 7 қатарда менде 12 петля болды. Енді әрі қарай мен тағы да 3 қатар еш қосусыз тоқимын. Ол үшін мына 2 петляны, табандағы 2 петляны қалдырып кетеміз. 1-2. Табаннан 2 петля қосамыз. Айналдырамыз. Табандағы 2 петляны қалдырып кетіп, 1-2, 3-ші петляға тоқи береміз. Оныншы қатарда тоқып болдым. Енді табаннан бір ғана столбик тоқимын. Және ақ жіпті кесіп тастаймын.
осылай болды. Енді бізге басқа түстегі жіп керек болады. Менде осындай сиреневый цвет, күлгін түсті жіп. Әрі қарай тоқуды осы жіппен жалғастыратын боламыз. Табанынан бірінші столбигіміз тоқыған. Екіншісіне осы жіпті қосамыз. Бір воздушная петля. Бізде мына жерде менде жалпы 10 қатар 12 столбик без накида болды. Енді 11-ші қатардан бастап бір столбиктен қосып отырамыз. 3 қатар бір столбиктен қосып тоқимыз. Мынаны қалдырып кетеміз. Екіншісінен бастап ақ жіппен тоқылған столбиктен табанындағы әрі қарай жалғастырып тоқимыз. Бір столбик қоса отырып, осылайша 3 қатар тоқимыз. Бір столбиктен қосып 3 қатар тоқып болдым. Жалпы менде 13 қатар 15 столбик болды. Енді әрі қарай тағы да 5 қатар столбик қоспай тоқимыз. Бірінші мен екіншіні тастап кетеміз табанындағы. Үшіншіден бастап столбик без накида тоқимыз. Осылайша 5 қатар тоқимыз. Күлгін жіппен 4 қатар тоқыдым. 5-ші қатарды біз мына табанға біріктірмей жеке тоқитын боламыз. Ол үшін табаннан бір ғана столбикті тоқимыз. Айналдырып аламыз да, табанға тоқылғанды қалдырып кетеміз да, екінші столбиктен бастап столбик без накида соңына дейін тоқып шығамыз. Бесінші қатарды бос қылып тоқып болдым. Енді кедайдың тілшесін тоқимыз. Кедайдың мына бөлігін тоқимыз. Ол үшін үш воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3. Осы бірінші столбикке тағы бір столбик с накидом тоқимыз. Әрі қарай әр столбикке бір столбик с накидом тоқимыз да, мына шеткісіне 2 столбик накида тоқитын боламыз. Соңғы столбикке келдік.
да сол столбикке крючокты енгізіп тағы столбик тоқимыз. Менде 17 столбик болды. Келесі қатарда біз столбик қоспай жалғастырып тоқимыз. Мен тағы да 10 столбик тоқимын. Бұл тілшенің ұзындығы өздеріңіздің қалауыңызша. Менің 36 размерге 12 қатар қажет. Мен 10 қатарды тоқимын. Мынау менде бірінші қатар, тағы да 10 қатар тоқимын. Мен тағы 10 қатар тоқып болдым. Енді соңғы қатарда 12-ші қатарды тоқимын. 12-ші қатарда мен жаңағы мына жерде қосқан 2 столбикті қысқартуым қажет. Ол үшін 1-2 петля тоқимын. Екінші столбиктен бір столбик шығарамын толық емес. Осы екеуін қосып жіберемін. Әрі қарай бір-бірден тоқимыз. Соңғы 2 столбик қалды. Соңғы 2 столбикті бір столбикке айналдыруымыз қажет. Ол үшін жіпті крючокке айналдырамыз. Столбиктен өткізіп тартып аламыз. Келесісіне де бір накид тартып алып жіпті өткізіп аламыз. Осы үшеуін қосып жібереміз. Алғашқы 15 столбигіміз осылай орнына келеді. Жіпті қиямыз. Біздің тілшеміз дайын болды. Енді осы тілшенің жан-жағын тегістеп тоқимыз. Тілшенің жан-жағын тегістеп тоқу үшін жіпті аламыз да ең бірінші столбик без накидамен тоқылған қатардан осының бойына крючокты өткіземіз. Шөгімізді іліп алып осылай тегістеп жерге тегістеген кезде байқаңыздар, мұқият болыңыздар. Қатты тартып жиырылып кетуге немесе босаңсып кетпейтіндей ыңғайлы қылып тоқу керек.
мына жағында оңай. Бір-бірден тоқимыз да, мына жағында тегістеп шығамыз. Тілшесін тегістеп тоқып алдым. Қиып тастаймыз. Енді біз кедейдің жоғарғы бөлігін тоқимыз. Ол үшін жіпті мына бізде күлгін тұс басталған жерден бастап тоқимыз. Мына табанынан күлгін тұс енгізілген жерден бастап крючокты салып аламыз. Бір воздушная петля. Келесі мына петля, мына столбикке крючокты өткізіп, тартып аламыз. Келесі мына столбикке жіпті өткізіп, үшеуін бірге қосамыз. Әрі қарай бір-бірден тоқимыз. Осылай айналдырып жерге дейін тоқимыз. Өкше жағынан да біз екі столбикті бір столбикке айналдырып тоқуымыз қажет. Өкше жағына келдік. Өкше жағынан бір столбик қысқартамыз. Крючокты өткіземіз. Жіпті іліп шығарамыз. Келесі столбикке крючокты өткіземіз. Жіпті іліп шығарамыз. Үшеуін қосамыз неке. Әрі қарай тоқып кетеміз. Бірінші қатардың соңғы жағына келдік. Бұл жерде де біз бір столбик қысқартуымыз қажет. Крючокты өткіземіз. Екіншісіне өткізіп, тартып аламыз да үшеуін қосып жібереміз. Осылайша әр қатарда шет жағынан бір-біруден және өкшесінен бір столбик
қысқарта отырып 9 қатар тоқимыз. 9-шы қатардың соңына келдік. Екі столбикті қосып жібердік. Соңғы петля. Мінекей. Жіпті қиып тастаймыз. Мінекей осылай болды. Енді жиегін тегістеп шығамыз. Тағы бір қатар мен жиегін ақпен тоқимын. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша осы мынау түспен тегістесеңіздер де болады. Ол үшін табан жағынан петляға крючокты өткізіп, жіпті іліп аламыз. Осылай тоқып шығамыз. Осылайша барлығын соңына дейін ақпен тоқып шығамыз. Жиегін ақпен тоқып болдық. Жіпті тоқуымыз керек. Енді ақ жіптен бау тоқуымыз қажет. Осылай болып тұру үшін. Немесе дайын бауды өткізсеңіздер де болады. Бау тоқу үшін біз мінекей жіпті жай ғана крючокқа іліп, осылай тоқимыз. Мен 100 ілмек тоқыдым. Егер ұзындау қылам десеңіздер, өз қалауларыңыз бойынша 100 ілмек тоқыдым. Енді бауымызды өткіземіз.
мінекей бізде осындай кедіміз дайын болды. Осы видео сабақ бойынша осылай кеді тоқуға болады. Бұл сабақпен кішкентай балаларға да тоқуға болады. Ер адамдарға да осы түсін өзгертіп, болмаса барлық жерін бір түсте етіп тоқуға да болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.